300-ге ортақ хан. Ұлы далада бұрынғының батырлары жайлы талай аңыздар мен қиссалар жырланып келген. Халық олардың есімдерін есте сақтап, ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Солардың ішінде даңқты жеңістері мен жауынгерлік жорықтарымен тарихта өшпес із қалдырған Абылай ханды барша халық ерекше қастерлеп, қадір тұтады. Ол көзінің тірісінде әулие атанған санаулы адамдардың бірі. Абылай хан билік жүргізген кезең қазақ тарихындағы алтын ғасыр. Абылай ханның билік басына келуі қиын қыстау заманға тап келеді. Бұл патшалық Ресейдің саяси қысымы күн санап арта түскен кез еді. Цин Манчжурия империясы да көрші аймақтарға көз алартып, арам пиғыл танытып отырған шақ болатын. Сонымен бірге шекаралас жатқан ұсақ тайпалармен және ұлыстармен үзіліссіз жүріп жатқан соғыс та қазақ мемлекетінің тұтастығын едәуір әлсіретті. Өзара ішкі кикілжіңдер ірі ұрыс таластарға ұласып, ел ішіндегі жағдайды асқындыра түсті. Осындай қиыншылықтарға қарамастан Абылай хан жалпы қазақ мемлекетінің саяси бірлігін бірте-бірте қалпына келтірді. Өз хандығын маңайындағы дұшпандары мен қаскөй көршілері мойындайтындай ірі мемлекетке айналдырды. Оның данышпандығы мен көрегендігі арқасында кең байтақ ұлы далада ұзақ уақыт бойы бейбіт заман орнады. Абылай дәуірінде Қазақстан мемлекетке тән дәстүрлі белгілерге толық ие біртұтас елге айналды. Өзіндік басқару жүйесі, бүкіл елдер мойындаған шекарасы, әлеуметтік жағдайды ұйымдастырудың ерекше тәсілі қалыптасты. Дегенмен, осындай тарихи ірі тұлғаның өмір жолы оңай болған жоқ. Жасынан өмірдің қиын қыстау соқпақтарынан өтіп, тағдырдың ауыр сынын басынан кешірді. Жошы ұрпағы. Абылайдың шын аты Әбілмансұр. Ол 1711 жылы арғы тегі Жошы ханнан тарайтын белгілі тұлғалардың шаңырағында дүниеге келді. Көптеген қанды жорықтары үшін қанішер атанған атасы Уәли даңқты әскербасы болған. Өз әкесінің де аты Уәли. Көрікті, келбетті болғандықтан жұрт оны көркем Уәли деп атап кеткен. Ол әйгілі заңгер әрі қоғам қайраткері Есім ханның ұрпағы. Әбілмансұр жетімдіктің зардабын ерте тартады. 11 жасында әкесінен айырылады. Ел кезіп қаңғырып жүріп, кейде ашық далаға, кейде қаңыраған қапас қоралар мен ескі зираттарға түнейді. Сонда оның бойына күш-қуат бітіп, тағдырдың тауқыметіне мойынсұнбауына көмектескен әрі тіршілік нәрін берген осы дала топырағы еді. Жападан жалғыз, ұшы-қиырсыз ұзақ жол кешкен ауыр күндерінде де бабалар аруағы оған рух берді. Осындай дала соқпақтары қажымайтын, мұқалмайтын жауынгерлік рухын шынықтырып, оны табанды қайраткер әрі данышпан ретінде тәрбиелейді. Ертеректе өмірден өткен сарбаздар мен ақындардың суық мазарларына қонып жатқанында, ол үнемі жұлдызды аспанға қарап өз шырағын іздейтін. Тәңірі тілеуін беріп, сол жұлдыз оны Темірбай деген байдың үйіне жолықтырады. Перзентке зар Темірбай жетім баланы асырап алмақ болады. Ол бәйбішесі, үлкен әйелі екеуі жұпыны киінген. Мойнына дорба асынған Әбілмансұрды бастан аяқ шолып өтеді де. «Атың кім сенің?» деп сұрайды. «Жұрт мені Сабалақ дейді» деп жауап береді бала. Шынында да мына бала Сабалақ десе дегендей. Үсті басы алба жұлба, жұлым-жұлым, кір қожалақ. Рақымы мол Темірбайдың үйінде біраз болып Сабалақтағы жолға шығады. Сол жолы Балқаш көлінің маңында отбасында әңгімелесіп отырған адамдардан өзі ақылды, өзі әділ Төле би туралы естіп қалады. Бұл қарияның ауылы алыс емес екен. Сабалақ осы әңгімеден кейін әйгілі бидің ауылын іздеп келіп, оның түйесін бағуға шалданады. Уақыт жылжып өтіп жатты. Әбілмансұр терең ойлы, алғыр бала болып өсті. Ұлы даланың көптеген елді мекендеріндегідей Төле бидің ауылында да бір түрлі ерекше күй орнаған. Дала ғұрпында өзге байлықтан гөрі рухани байлық жоғары тұратын. Көшпенділер адамды дәулетіне емес,
ісіне қарай бағалаған. Отанды сүю, үлкенді сыйлау, ата-баба аруағын қадір тұтып өсиетіне берік болу қасиеттеріне үлкен мән берген. Дала аңыздары мен эпостары батырлықты, ерлікті биікке көтеріп, әлемнің бар қазынасынан да қымбат нәрсе туған жер деп санаған. Адамның кіндігінен шыққан алғашқы қан жерге тамады. Содан бастап әрбір адам оның перзенті, әрі болашақ қорғаушысы болуы тиіс. Қаншама ер азамат туған жерін қорғау үшін өлімге бас тіккен. Олардың әрқайсысы көшпенді халықтың жүрегінде мәңгілік сақталған. Аға ұрпақ ерлігі жайындағы осындай әңгімелерді құлағына құйған Сабалақ ерекше болып өсті. Сонымен қатар хас батырға тән қайсар күші де шыңдалды. Бұл кез шашыраңқы қазақ әскеріне сыртқы жаулардың, әсіресе ойраттардың, жоңғарлардың тегеурініне төтеп беру қиынға түскен шақ еді. Сонда Сабалақ тезірек ер жетіп арғымаққа отыруды, қолына қару алып соғысуды армандайтын. Тағы бір ойлаған мақсаты атақты сардар 1710 жылы Қарақұмда өткен халық қалаулыларының жиналысында 300-дің бас әскер басы болып сайланған Бөгенбай батырмен жүздесу еді. 15 жасында Сабалақ Темірбайдың ауылына қайта оралады. Мұндағылар оның бойы өсіп, денесі шымырланып қалғанын байқайды. Баяғы кішкентай дала кезер бала емес, батыр тұлғалы жігіт болған. Сөзі де, ісі де нық. Темірбай оны көріп қатты қуанады. Қуаныштан жүрегі ел жүрген ол өзінің керемет арғымағы Сарыбастысын сыйлап, батасын беріп, жолға аттандырады. Бұл жолы оны Бөгенбай батырға апарады. Батыр ұрысқа сұранған жас жігіттің жалынды сөзін тыңдап, оны атқосшы, яғни қару-жарақ тасушы етіп тағайындайды. Жас жауынгер өзінің шыққан тегі жайлы, әйгілі ата-бабалары жошы, есім, уәли, бақы туралы ешкімге сыр білдірмейді. Басқа жауынгерлермен бірге күнделікті жаттығуын жасап, жауынгерлік машығын шыңдайды. Әскери өмірді танып білуге ұмтылады. Осы қаталы өмір бірнеше жыл өткен соң оның болашақ тағдырын айқындап береді. Жекпе-жек. Ойраттар 1738 жылы тағы да кенеттен шекараны бұзып, қалың қолмен қазақ жеріне басып кіреді. Бөгенбай батыр жаудың жолын бөгеймін дегенше, олар бірнеше ауылды өртеп те үлгерген. Екі жақтың әскері қарсы жүріп шағын алқапта кездеседі. Қарсыластар бірін-бірі бағып үнсіз тұр. Таңғы шапақтан шықтар ақ күмбезде жарқырап, батырлардың сауыты жалт-жұлт етеді. Мүлгіген тыныштық, тек анда-санда аттардың пысқырғаны естіледі. Әрбір халықтың өз таңбасы, яғни туы болған. Олар соғысқа ұрандарын айтып, туларын желбіретіп шығатын. Бұл жауынгерге рух берген. Сондай ту осы ұрыста болашақ хан, әйгілі сұлтан Әбілмәмбетке тапсырылды. Ол белгілі әскер басшылармен алдыңғы сапта еді. Бір уақытта ойраттардың алдыңғы қатары ортадан жырылды да, алға маңғаздана басып, жараулы атқа мінгені алып денелі жауынгер шықты. Қаһарлы ойратты бәрі де бірден таныды. Бұл Шарыш деген ойраттардың жауынгерлік рухының нағыз бейнесетін. Ол еш уақытта жеңіліс көрмеген. Шарышпен жекпе-жекке шыққандардың ешбірі тірі қалмайтын. Қаһарлы ойрат ұзын найзасын сермеп, айқайлап қарсы жақтың жауынгерін жекпе-жекке шақырды. Бөгенбай батыр жолы болғыш ойрат баһадүріне қарсы өзі шықпақ еді. Бірақ Әбілмәмбет зорға дегенде оны ұстап қалды. Егер Бөгенбай оққа ұшса, не болатыны белгілі ғой. Басшысыз әскердің соғыста жеңіп шығуы екі талай. Әрине, шайқас алдында ең мықтылардың күш сынасуының маңызы зор болғанымен, қазақтар мұндай тәуекелге бара алмайды. Не істеу керек? Шарышпен күш байқасуға бірталай жігіттер ниет білдірді. Әбілмәмбет пен Бөгенбай шын жүрегінен құлшынған бір жас жауынгерге тоқталды. Жас жігіт: егер мен ойратты жеңсем, осылармен соғыста қаза болған бабаларымның кегін алғаным. Егер өліп кетсем, біздің сарбаздар мен үшін кек алар.
дейді жалындап. Ең болмаса, өз атыңды айтшы деп қана сұрап үлгерген сұлтанға. Сабалақ, деді де атын тебініп қалып қаһарлы жауына қарай беттеді. Жас жігіттің өлімге бас тікенін түсінген жұрт іштерінен күрсініп қала берді. Сабалақ шарышқа қарсы келіп жебе жетер аралыққа тоқтады. Шарыш алдындағы қарсыласын көріп қарқылдап кеп күлді де. Ей қазақтар, араларыңнан нағыз еркек табылмағаны ма? Мына жас баланы өлімге жіберіп тұрғандарың не масқара? Ойраттар даңқты сарбаздарының мына сөзіне еліріп, семсерлерін сартылдатып гуілдесе жөнелді. Сабалақ ызаға булығып тістене түсті. Ылғалданған алақанына найзасын қатты қысып жауына ұмтылды. Жүрегі аттай тулап көзіне қан толды. Қайдан екені белгісіз жас жүрегінің терең түкпірінен «Абылай, Абылай» деген әскери ұран бас көтерді. Ойрат батыры да осыны күтіп тұрған. Атының шоқтығына жабысып, қатты айқаймен ол да қарсы шапты. Аттылардың арасы жақындай түсті. Екі жақ демдерін іштеріне тарта істің барысын бағып тұр. 30 қадам қалды. 20, 10, 5, тарс-тұрс, садыр күтір. Аттары да өздері де бір-бірімен мидай араласып кетті. Әкі шарыш дәл жүрекке көздеді. Бірақ Сабалақ соңғы сәтте бұлтарып үлгерді. Ойраттың найзасы жанай өтіп баланың кеудесіндегі сауытын сөгіп кетті. Ашудан түсі қашқан қарсыласының бет әлпетін Сабалақ жақыннан көрді. Тіпті оның ыстық демі де сезілді. Одан әрі не істеу қажет екенін біреу сездіргендей болды ма, бала сол сәтте найзаның енді пайдасы жоқ екенін тез түсіне қойды. Беліндегі семсерін суырып алып, бар күшімен ойраты көздеп сермеп қалды. Абылай, Абылай деп ұрандауын қоймаған Сабалақтың соңғы көргені шарыштың домалап бара жатқан басы мен шарасынан шыққан көздері еді. Сәлден кейін естерінен танып меншиіп қалған жауынгерлер жеңілмейтін ойраттың бассыз қалған өлі денесінің жерге құлап бара жатқанын байқады. Осы кезде рухы көтеріліп, қазақ әскері абылайлап, ата жауына лап қойды. Алдыңғы көріністен еш жиып үлгермеген ойраттардың тамтығы да қалмады. Осы уақиғадан соң Сабалақтың аты бүкіл елге жайылады. Шабармандар алыс-алыс ауылдарға қуанышты хабар таратып, есімі де қызық, өзі де беймәлім бір жас баланың керемет ерлік істегенін сүйсіне айтады. Ақындар мен жыраулар оның батырлығын мадақтап, даңқын шығара бастайды. Қуаныштан көңілі шаттанған Әбілмәмбет сұлтан әлгі жұмбақ батырды шақыртады. Ол туралы Бөгенбай батыр да әркімнен сұрастырып көріп еді, ештеңе шықпады. Өзі де бұрын бұл баланы байқамаған. Бар білетіні оның атқошы, қару-жарақ тасушы, момын, қарапайым сыпайы екендігі. Сұлтан балаң жігітті ұзақ тәптіштеп тергеуге алды. Ата-анасын, олардың қашан дүние салғанын, кіммен тұрып қалай өскенін түгел сұрайды. Әбілмәмбет көбірек білген сайын өз күдігіне сенімі күшейе түседі. Алдында тұрған Шыңғыс пен қаны бір, ұлы Жошы ханның тікелей ұрпағы, әйгілі Қанышер мен Есім ханның мұрагері болып шықты. Сабалақ есіміңді ұмыт, деді сұлтан сөзінің соңында. Шын атың Әбілмансұр, сені осылай ата-анаң атаған. Бүгіннен бастап халық Абылай атайтын болады. Өзіңді алда үлкен болашақ күтіп тұр. Халқыңның сенімінен шыға біл. Сонда сені елің де көкке көтеріп, мәртебеңді асырады. Сабалақтың тағдыры осы жерде аяқталады да, Абылай ханның ұлы тарихы басталады.